Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай жұмсақ болатын дәмді пончиктер дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар және құрбыларыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Алдымен пончигімізге керекті азық-түліктерімізді дайындап аламыз. Ыдысымызға қайнаған ыстық суымызды құямыз. Сары майымызды салып ертіп аламыз. Сары майды алдын ала микроволновкада ертіп алсаңыздар да болады. Мен суға салып ерттім. Үстіне сүтімізді құямыз. Қантымызды салып араластырып аламыз. Келесі үлкен қасықпен құрғақ аштығымызды қосамыз. Ванильді қантымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Үстіне бір жұмыртқамызды жарып қосамыз. Тағы да араластырып жібереміз. Енді үстіне електен ұнымызды өткізіп саламыз. Қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Міне қамырымызды илеп алдық. Енді ыдысымызға салып, бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Біздің қамырымыз 1,5 сағатта көтерілді. Енді осы қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Таразының көмегімен 55 граммнан бөліп шықтым. Менде 15 пончик шығатын болады. Бетін жауып, тағы да 20 минутқа қалдырамыз. Пончиктар көтерілгеннен кейін осылай жалпақтап, ортасын тесіп, пончиктің формасын жасаймыз қолымызбен. Міне біз барлығын дайындап алдық. Енді бетін жауып, тағы да біраз 5-10 минутқа қалдыра тұрамыз. Енді тавамызда қызып тұрған майға пончиктарымыздың екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Піскен пончиктарымызды салфеткаға түсіріп аламыз, майын сорғыту үшін. Енді бетіне жағатын глазурын дайындаймыз. Ол үшін сары майымыздың үстіне мынандай Қазақстан шоколадын бөліп саламыз. Және микроволновкада импульспен осылай ерітіп аламыз. Глазурымыз салқындағаннан кейін пончиктарымызды осылай матырып аламыз. Енді пончиктардың бетін өз қалауларыңыз бойынша безендіресіздер. Мен кокос жоңқасын, әртүрлі посыпкаларды және жаңғақтың үгітілген дәндерін пайдаландым. Бұл пончиктарды негізі балалар өте жақсы көреді. Көшеден сатып алмай, осылай үйден дайындап берсеңіздер, әбден болады. Жаңа жыл келе жатқандықтан мен осылай жаңа жылдық посыпкаларды да сеп қойдым. Сгушенканы да құйып қойсаңыздар болады. Міне біздің пончиктарымыз дайын болды. Мен қазір сіздерге жұмсақтығын ортасынан бөліп көрсететін болам. Воздушный осындай дәмі тәп-тәтті пончиктарды міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларыңызды өте қатты қуантатын боласыздар. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз. Сіздермен қоштаспаймын, алдыда әлі де неше түрлі рецепттер салатын боламын. Сіздермен бірге болған меруерт. Ас болсын.